Ассалаумағалейкум оқырмандар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай керемет, дәмді болып шығатын корндоктың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл тағамды көбіне кішкентай балалар жақсы көреді. Менің балаларыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Бұл корндокты сосискамен және сырмен дайындаған болатын. Сырымыз осылай созылып пісіп шыққан болатын. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Және де каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. Бір штук жұмыртқамызды, содан кейін тұзымызды қосамыз, жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Одан кейін сүт қосамыз. Бұл жерде мен 200 мл сүт қостым, бірақ бұл маған көп болды. Сондықтан 150 мл қоссаңыз да жарайды. Содан кейін қопсытқыш, бір қасық, одан кейін үккіштен өткізілген ұнымызды қосамыз. Жақсылап осылай венчиктің көмегімен араластырып тұрамыз. Массамыз, яғни ол қою болу қажет, сұйық болмау қажет. Мен ұнның 200 грамын үккіштен өткізіп ыдысқа салып алған болатынмын. Соның осындай кішкентай бөлшегі қалды. Массамыз осындай қоюлықта болуы қажет, және де осындай бокалға құйып алатын боламын. Осылай бокалға құйып аламыз. Енді бізге қажет, сосиска қажет. Осы сосисканы екіге бөліп аламын. Осылай. Сосын мен сырмен дайындаймын, және сырсыз дайындаймын. Сондықтан осылай аз бөлшегін кесіп алдым. Одан кейін бізге осындай ағаштар қажет болады, және де панировочный сухари қажет. Сосискаларымызды осылай дайындап алған болатынмын. Осылай бас жақтарына сырларын қойып алдым. Одан кейін осы сосискаларымызды тестімізға жаңағы малып аламыз. Осылай малып, және де кішкене сілкіп жібереміз, тестіміздің көп болмауы үшін. Одан кейін панировочный сухариға осылай малып аламыз да, жақсылап қызып тұрған майда қуырып алатын боламыз. Жай отта асықпай екі жағынан қызартып қуырып алатын боламыз. Корндогымыз дайын болды. Осылай кетчуппен ұсындым, және де осылай әдемілеп кетчупты бетіне шашып қойған болатынмын. Балалар өте қатты сүйіп жейді. Осының барлығын жеп қойған болатын балалар. Бір сәтте сіздерге көрсетіп даже үлгермей жатырмын. Өте жақсы, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Азерке Мейрамқызы. Ассалаумағалейкум.